Dostlar, sizlerмен бірге рубрика сөйлесейік. Бүгін біз квартира беретін тәттелермен сөйлесетін. Кеттік. Сәлеметсіз әпше. Бір күнге қанша? Ойбай, мен күндеп тұрсың оңбаған? Жоқ, квартира бір күнге қанша? Квартира ма? Бір күнге 7 мың, 2 күнге 14 мың, 3 күнге қанша болады? 21 мың. Ай, қателессің. Менде скидка бар, 15 мың теңге болады. Қанша адам боласыңдар? Әпше, сізге бәше өтірік айтпай қойын, 3 адам боламыз. Ой, бетің бүлкетпей. Шыныңды айтсаңшы. Енді тәте, шыннан енді 5 адам боламыз ғой, 5 адам. Нан ұрсын деп айтсаңшы. Енді нан ұрса енді 12 адам тәте, 12 адам. Бәсе, білем ғой, мен білем ғой. Сол енді әпше 12 адамбыз, беріңіз енді. Ішесіңдер ма? Жоқ, ішпейміз тәте. Ішсіңдер. Жарайды, ішпейді екенсің. Қыздарың бола ма? Жоқ тәте. Ойбай, 12 бала болып не істеп отырсыңдар бір комнатада? Натуре ішінде отырсыңдар сендер, жарайды, бірден айтып қояйын, көршілер жаман Түнге жақын шуласаңдар 5 мың теңге штраф. Таңертең шуласаңдар 10 мың теңге штраф. Ал Димаш Құдайбергенов ұстап шуласаңдар Қытайға апарып тастаймын. Түсіндіңдер ме? Дәл қазір шуласаңдар 30 мың теңге штраф. Отырыстан кейінгі әңгімелер. Кеше Макстың батясын іштім ба неме? Еді? Құда деп көріштім ғой, білесің ба? Артынан қатынымды былай ұста деп жүрем ғой. Макстың батясына ма? Еді? Кеше Айка Мадиналар келді ма? Сәуле де келді ғой, білесің ба? Сәуле де келді ма не? Еді? Сәулеге ештеңе деген жоқсың, бірақ балдарға жаман боқтады. Жыладың ғой сен, білесің ба? Қоя, мен жыламай, мен өзім білем ғой. Ой, мұнан қарасай сен, родной. Кім ана қасында жылап отқан? Алғаш дәурен ғой. Не үшін жылап отыр? Білмеймін, сен жылағанға жылап отыр ғой. Құртаң өшіріп тастаған, тарап кетіп жүрмесін. Бүгін кешке жетте сқадияқ, білесің ба? Не үшін? Кеше райондағы братандар таспен ұрысып ғой, жынды ұқсап. Айтам ғой, ішіп алсам алып кетіп қалыңдаршы мені деп. Қақын алып кеткен ғой. Ағеркеге тосқаным деп вечердің соңында жабысып отқанын не родной? Я сұрастырып көрдім ғой, руым сәл басқа екен. Ең патологын айтайын ба? Кеше Макстың әжесіне бар, темекі бар ма деп мойнынан қысап жібермейсің ғой, білесің. Оңбаған, мен сенен вообще бұндай күткен жоқпын. Қандай ғана адамсың? Тұр, ананы қара. Енді сен оған смело қарай аласың. Ананы қара. Лайктарды басатын. Лайк. Енді бұны сен де баса аласың. Мә, бас, лайктарын барлығын басып шық. Бас, барлығына басып шық. Күшті ғой. Ей, подкаблук, бұның бәрі фигня, гигня. Ең бастысы. Ағай, тағы не істей аламын мен сонда, айтыңызшы, өтініш. Чё не кайфуешь? Кайфовать, ну-ка быстро кайфовать. Нәзік бас. О, мен кеспейді ғой, ұрады ғой. Басымен ұрады. Арғы жағымен ұрады. Нан, суын ағызатын жер қайда? Жем, мә, алма же. Фу, құрттап кеткен ғой анау. Құрттаған тәтті болды қайта. Не қылды? Ағаш кетті қолыма. Немене? Ағаш кетті қолыма. Ой, ешнәрсе қылмайды. Өліп қалмайын ба енді? Ой, өлмейсің. Басын. Мынау талып бара, скорый шат. Тамақ же, азамат. Тарелкаға сап бермейсіздер ма? Ой, мамочки. Кет жынды. Жен, сен осы қызың бар ма? Қызым бар. Кет сен өзің қыз сияқтысың ғой. Кетші бар, апшуымыз бар, еркекпіз ғой. Тікенді алдым, тікен. Родной, апшуымыз бар, еркекпіз. Родной, отвечаю, апшуымыз бар, еркекпіз. Бірдегі мүмкін емес жағдайлар. Досым, мәшін қалай екен? Жақсы, бір-екі желі сейтірім керек. Тақтанамын. Гифтан отып алдың ғой. Мүмкін емес. Мұғалім болып жұмысқа кірген деп отырмын. Айлықтар қанша отыр? Мұғалімдердің ба? 600 мың теңге отыр ғой. Мүмкін емес. Қақа? Братан, маскамен жүрмін ғой, бәрі нормально ғой. Вот именно маскамен болмайды. Все. Мүмкін емес. Такси. Братан, такси ма? Такси. Братан, жердің көтіне 150 теңге. Давай, смело уж. Мүмкін емес. Айта береді анау мынау қараусына.